Ассалаумағалейкум. Бүгін мынандай құрылғыны көрсеткім келіп отыр. Бұл мына үйде егерде трубаларыңыз жарылып, не болмаса сіз үйде жоқта трубадан су ағып кететіндей жағдай болса, сонда сізді осы құтқарып қалады. Су басудан құтқарып қалады. Үйіңіздің ремонтын жөндеуден құтқарып қалады. Міне осындай ғана құрылғы. Бұл ішінде екі батарейка салынады. Былай ашып көрсетуге болады. Ішінде екі батарейка салынады. Екі батарейкамен жұмыс істейді. А деген батарейка. Бұған мына жерде демонстрация жасау үшін, көрсету үшін мына құрылғы, екінші құрылғыны көрсетіп қойып қойдым. Бұл розетка. Бұның розетканың ішіне салынады. Осы екеуі. Мына свет, жарық, бұл жаңағы кранды жабатын приводтың имитациясы. Соны көрсететін. Свет жанғанда кранды осы тоқ барып жабылады деген сөз. Қазір мен сізге көрсеткім келіп тұр, қалай жұмыс істейтінін. Бұл міне мынандай программа, Smart Life деп аталады. Бұл программаға міне датчик протечки воды қосылған, и оның үстіне және мини деп тұрған, міне мини Smart Switch. Осы екеуі арқылы сізді, егерде су басып кететін жағдай болса, мына датчик суды басқанын сезеді, ал мына екінші мини свич бұл кранды жабады. Қазір қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Ол үшін мына жерде сценарий деген бар. Сценарийдің ішінде міне тұр. Если наводнение болса, егерде наводнение болса, онда мына тогда дейді, тогда свич, мини свич кранды жабады. Сізге соткаңызға сообщение келеді. Қазір қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Мінекейіңіз датчик тұр. Мына жерге мен бір тамшы су тамыздым. Көріне көріп. Бір тамшы су тамыздым. Көрдіңіздер ме? Мына свет жанды. Бұл свет жанды деген сөз. Бұл мына жоғары жақтан көріп отырғандай сообщение келді. Және свет жанды да бұл кранды жапты деген сөз. Бұл жерге кранды жабатын привод қосылады. Ыстық су, суық суға екеу қою керек. Дәл осындайдан екеу қою керек. Екеу, біреу ыстық суды, біреу суық суды жабатын болады. Бұны былай сөндіріп тастауға болады. Тексергеннен кейін барлығын мына сөндіріп тастауға болады. Ал мынауыңыз ары қарай жұмыс істей береді. Бұл өте тоқты өз аз тартатын құрылғы. Мына жерден ашып қарасақ, ішінде екі кішкене ғана батарейка салынады. Міне екі кішкентай ғана батарейкамен осылай жұмыс істей береді. Бұл құрылғыны мына өздеріңіз смартфоннан батарейкасының жағдайын да көріп отыруға мүмкіндік бар. Осындай құрып, бұл бар жоғы 2-3 мың теңге ғана тұрады. Мынау құрылғы да 2-3 мың теңгенің шамасында тұрады. Мына жерге привод қойсаңыз, приводыңыз біреу 5 мың теңгеден 10 мың теңге. 10 мың теңге бар жоғы осы құрылғылардың бәрі сізге 20 мың теңгеге ғана түседі. Осындай оларды қойып, үйіңізді су басудан, кенеттен жөндеу жұмыстарын жасаудан, көршілермен жақсы қарым-қатынаста болудан сақтап қалыңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.